саламатсыздар ма? Мен Мөлдір Жарылқасыновна, Парасат ей-жай мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімімін. Мен сіздерге экологиялық таза заттардан папье-маше техникасында түрлі бұйымдар жасауға болатынын көрсеткім келеді. Бірінші кезекте керекті құрал жабдықтарды атап өтейін. Маскалар, яғни өзіңізге ұнайтын кейіптегі жануарлардың қалпы. Келесі кезекте ПВА желімі, мендегі осындай үлкені. Кішкентайын алсаңыздар да болады. Келесі кезек майлықтар, яғни қарапайым салфеткалар. Гуаш бояуы, кисточкалар, қайшы және қалам. Ең алдымен мен сіздерге бірінші кезекті көрсетейін. Мен мысалға мына кейіпті таңдап алдым. Сіз бұл маскадан сіз түрлі кейіпті жануарлардың бейнесін шығара аласыз. Бір маскадан түрлі бейне шығаруға болады. Яғни бірінші кезекте біз салфетканы алып, бұлай майдалап қырқып аламыз. Бөлшектері майда болу қажет. Бұл жапсырғанымызға өзімізге ыңғайлы әрі әдемі болып шығады. Бұлай қырқып аламыз, дайындап алдын ала. Енді менде мияқта дайыны бар, дайындап қойдым. Бірінші кезең бізде бірінші жапсырмасын біз бұлай қарапайым сумен жапсырып аламыз. Ол не үшін деп ойлайсыздар? Ол сумен жапсыру себебіміз мынау маскаға, яғни жапсырғанда кейінгі кезекте біз екінші кезеңін біз ПВА желіммен жапсырамыз. Сол кезде ПВА желімі мынау біздің қалыпқа жабысып қалмас үшін біз бірінші кезеңін сумен жабыстырып аламыз. Оның көлемін қаттырек басамыз, көлемі шығу керек. Бірінші кезеңде осылай толықтай барлығын суға майлықты батыра отырып, барлығын жауып шығамыз. Яғни астындағы біздің маскамыздың бейнесі толығымен жабылып шығуы тиіс. Тек бір қабатпен ғана. Өздеріңіз көріп тұрғандай барлығын жауып шықтым. Ал келесі кезек бізде ПВА желіммен, яғни бұлай ПВА желімді суға араластыра отырып, суды аз мөлшерде ғана құясыз, көп болмауы тиіс, қатты сұйық болып кетпеуі қажет. Келесі кезең бізде ПВА желіммен дәл осылай жапсырып шығамыз. Мына жерде 3-4 қабат болса жетеді. Дәл осылай ПВА желіміне батыра отырып, қатты мынау қағазымыз қатты шылқылдап кетпеуі қажет. Бұлай көлемін баса отырып, көлемін беру керексіздер. Көлемі шығуы қажет. Көлемі шықпай қалса, онда біздің маскамыз әдемі болмай қалады. Үстінен баса отырып, жақсылап көлемін береміз. Папье-маше француз тілінен аударғанда жабылған қағаз деген мағынаны білдіреді. Яғни қағаздың жауып отырып, түрлі көлемдерді шығару. Бұл техника арнайы желімдермен және қағаздан жасалған қоспаларды пайдалану арқылы түрлі фигуралар мен заттарды жасауға арналған әдіс. Келесі кезекте маскаңызды жасап болған соң, маскаңызды бір күнге жылы жерге, тегіс жерге қойып қоясыз. Бір күнге қалдырып қоясыз. Яғни мендегі бір күндегі маскам осылай шықты. Енді келесі кезекте
менің ойымдағы жануарды саламын. Маған қажетті жануар. Сізге қандай жануар қажет, соны меха бейнелейсіз. Қаламмен сыза отырып, мендегі жұмыс былай шықты. Екінші шетіне салып алдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді келесі кезең мен гуашь бояумен бояуға кірісемін. Яғни ең жіңішке жерлерін алып бояймын. Өзіме ыңғайлы кисточканы аламын. Бұл гуашь бояуы, яғни суды азырақ қолданамыз. Суды көп қажет етпейді. Яғни қою болу қажет. Қою болып, бұлай әдемілеп бояп шығамыз. Біздегі маскамыз дайын, ең соңғы кезең. Біздегі маскамыз былай шықты. Яғни жолбарыс кейпіндегі бейне. Толықтай бәрін бояп шықтым. Тек бетін ғана бояйсыздар, ішін бояудың қажеті жоқ. Ең соңғы кезең, жұмысымызды толықтай біткеннен кейін, екі шетінен бірдей етіп, бұлай тесіп, екі шетін бірдей етіп тесіп болғаннан кейін, бұлай өздеріңіз қалауларыңызша лента немесе осылай жіппен байласаңыздар болады. Өйткені балаға киюіне ыңғайлы. Мына жердегі балалардың істеген жұмыстары бар. Әркімнің өзінің қалауларынша істеді. Бұлай лентамен байлағандары бар. Бұлай етіп істеді. Мысықтың бейнесі, тышқанның бейнесі. Ал мендегі жұмыс бұлай шықты. Ал жұмыстарыңызға сәттілік, назарларыңызға үлкен рахмет.